Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін жалпы ақша психологиясы, ақшаның сізде тұрмауының себебі ақша жинай алмауыңыз. Жалпы ақшаны сіз жаратып жүрсіз бе, әлде ақшаны құртып жүрсіз бе? Жалпы ақша жайлы үш түсінік болады. Ақшаны жұмсау, ақшаны құрту, ақшаны жарату. Ақшаны құрту дегеніміз ол орны толмайтын заттарға кетіп, уже қайтадан ол ақшаның оралмауы. Сіз қолыңызға түскен айлықты, кез келген ақшаңызды, жинаған ақшаңызды жалпы құртып жіберу деген сөз. Азық түлікке, киімге кеткен ақша уже ол жоқ. Ақшаны жұмсап жібердіңіз. Ақшаның белгілі бір бөліктерін жұмсау дегеніміз. Мысалы, қалай айтсам, жартылай қайтатын, жартылай қайтпайтын машина, киім, көлік, жаңағы алтын бұйымдар, ол ақшаның жұмсалуы. Ал ақшаны жарату дегеніміз, оның белгілі ақшаны сіз салып, оның белгілі мөлшерін пайызбен өсіріп алу. Ақшаны ақшамен табу, ақшадан ақша жарату деген сөз. Сондықтан ақшамен қарым-қатынастың осындай үш сипаттамасы болады. Және ақшаның сізге тоқтамауының осындай 7 себеп болады екен. Бірінші себеп, сіз ақшаны мақсатсыз жұмсаған кезде ақша болмайды. Болмауының себебі, сіз мақсатсыз жұмсайсыз. Ақша келді, ешқандай мақсат жоқ, қайда кеткенін білмей қаласыз. Бұл бірінші себебі. Екінші себеп, қорқыныш. Көп адамдар көп ақшадан қорқады. Жоқ, неге қорқамыз? Көп ақшадан қорқпаймыз, ақша болса жақсы еді ғой деп ойлайсыз. Бірақ сіз 100 мың тапқанда, 200 мың теңге, 300 мың тапқанда бұл норма, ал 400, 500 миллион, 2 миллион, 3 миллион теңге болған кезде сіз уже ақшадан қорқып бастайды екенсіз. Оны өзіміз байқамауымыз мүмкін. Неге? Өйткені содан кейін біздегі неше түрлі бұрынғыдан қалыптасып қалған ойлар бар, басқалардан естіген. Қазіргі заманда установка деп жатыр, блоктар дегеніміз кедергілер, ойымыздың кедергісі. Ойлай, біреу тонап кетеді, біреу нетіп кетеді, көп ақша ұстағандарды өлтіріп кетеді, байқаңыз, анау мынау деген сияқты жаңағы бұрыннан қалыптасып қалған бір қате ойлардың кесірінен тоже бізге көп ақша тоқтамайды екен. Келеді, сондай өзінің ақшаның сондай қасиеті бар екен. Үшінші себебі, үшінші кедергі көре алмаушылық дейді. Сіз көре алмайтын қызғаншақ болған кезде бізге тоже ақша келмейді екен. Себебі қорғаныстың жалпы кез келген ненің қызғаныштың қорғану серігі болады екен. Ол қорғанады. Мысалы, сіз қызғанасыз, біреудікін көре алмайсыз, ол автоматически ми қорғанады дейді. Ол кімдікі, басқаныкі ма, ненікі ма дегенді білмейді. Ми просто жарайды, болған ондай нәрсе керек жоқ. Бұл оған қызғаныш тудырады. Сондықтан бізге жан сақтау керек. Қалғыда өйтіп қызғанып жүруге болмайды деген сияқты қосаған нелердің әсерінен және де мынандай сақталып қалған біздің тағы да бір ол қайдан тапты дейсің, ол біреуден алып алған шығар, жұлып алған шығар, ұрлап алған шығар деген қосаған. Ондай жасамайынша басқадай ақша келмейді деген қосаған сіздің сондай қалыптасып қалған нелеріңіз болса, тоже ақша келмейді екен. Бұл үшінші кедергі. Төртінші кедергі асығыстық дейді. Біз кез келген нәрсеге бір жалпы керемет бір идеялардан, жалпы ақша идеяға келеді ғой. Кез келген үлкен мықты бизнесмендерді, миллиардерді, миллионерлердің өмірін зерттесеңіз, бір идея пайда болған миларында, сол идеяның арқасында және кез келген нәрсеге, мысалы, сізде бірдеңе сатқыңыз келсе, ол идея, просто идея. Сатасыз, ақша келеді. Сол сияқты, мысалы, сіздің кедергі болатында тағы бір ақшаның тұрақтамауына, ақша сізде тұрмауының төртінші кедергісі асығыстық. Біз бір идея, бірдеңе нәрсе туындаса, оны тез болмады деп біз асығамыз. Асығыстық болған жерде асыққан шайтан істейді, ол жерде тоже ақша болмайды екен. Себебі біз ақшаға ғана асықпаймыз, біз ажалымызға асығамыз, шындығын айтқанда. Неге? 3 күннен кейін, 4 күннен кейін, 3 айдан кейін кезде біз жан таласамыз. Тез болса екен, 3 ай, тез болса екен деп. Ал 3 ай ол тура бүгінгі күн сияқты болады. 3 ай өтті ма, 5 ай өтті ма,
миға не важно, ақшаға не важно, ол бәрібір сіздің қолыңызға түсті. Бірақ сіз соған дейін жан таласып, басқадай керемет таңғажайып нәрселердің зейініңізді көре алмадыңыз. Қаншама қызықтан құр қалып қалуыңыз мүмкін. Сіз анаған ғана ой, шай қашан болады, шай қашан болады, сай қашан болады, менің қолыма ол қашан түседі деп жүрген кезде жан-жағыңыздағы үлкен нығметтерді көре алмай қаласыз. Сол кезде бірақ түйір жаңағы қаншалықты ақша болуы мүмкін, бір кішкене ғана ақшаға байланып қалуыңыз мүмкін. Осының себебінен тоже сізге көп ақша келмейді екен, ақша тұрақтамайды екен. Естеріңізде болсын, бұл да бір мидағы кедергі екен. Одан кейін 5-ші кедергі тоқтап қалу, дамымау. Бір белгілі бір деңгейде ақша табасыз, сосын айтасыз, маған жетеді болды. Ол жетеді дегенде ол жетпейді. Өйткені сіз соған да дағдыланасыз, ары қарай өспейсіз, одан тағы депрессия болады, стресс болады. Бұл жағдайлар жаңағы сіздің тоқтап қалуыңызға алып келеді. Тоқтап қалғаннан кейін ақша бәрібір келіп тұрған жерге келгісі келеді, одан сізді итермелейді, өмір сабақ береді. Өмірдің сабағы одан да қиын болады. Сондықтан біз жалпы өмір бойы оқимыз, өмір бойы. Өмір сүретін болсаң, сен өмір сүрудің сабақтарын өмір бойы оқуға тиіссің деген қағида бар. Сондықтан біз оқып отырмыз керек, дамып отырмыз керек. Дамымаған кезде бізде надандық пайда болады. Надандық пайда болған кезде ешқандай жаңағы заттардың парқын білмей қалуымыз мүмкін. Сол кезде тоже жаңағы ақшамыз қайда кеткенін білмей қаламыз. Өйткені бұл надандықтың. Тіпті не то что байлық, не то что ақша, сіз тоқтап қалған кезде жаңағы жан-жағыңыздағы достарыңызды жоғалтасыз, басқалар танып кетеді, сіз қалып қоясыз, депрессияға түсесіз, сондай минустар көп болады екен. Сол үшін де жаңағы ақша келмей қалуы мүмкін. Егер осындай жағдай болып жатса, сізге срочно тез арада тағы да ізденіп, дамып, жаңағы көштен қалмау керек деген сөз. 6-шы кедергісі кері тартпа әрекеттер, кері тартпа бір баяғыдан қалған бірдеңелер, сөйтсең сөйтесің, бүйтсең бүйтесің деп бір наным сенімдерге. Мысалы, көз тиеді, тіл тиеді деген неше түрлі бар ғой. Сондайларға байланып қалған кезде жаңағы тоже сізден ақша қаша бастайды екен. Сондықтан сізге ақша келмей қалуы мүмкін. Бұл жағында ескере жүріңіз. Осындай сізде қасиеттер бар болса, бұл тек қана менің ғана ойым деген нәрсені алға шығару керек. Сол кезде міндетті түрде сіз ақша болады. 7-ші, сіз зиянды әдеттерге өте үйір болуыңыз мүмкін. Егер зиянды әдеттерге үйір болсаңыз, ішімдікке, шылымға, тағы да басқа, енді атын айтпай қойын, сондайлардың ұятты, арсыз істерге үйір болсаңыз, тоже сізден ақша сізге тұрақталмауы мүмкін. Ақша жалпы тап-таза энергетиканы жақсы көреді екен. Сондықтан ақша өзімде тұрақтасын десеңіз, осы қасиеттерден аулақ болыңыз. Сізде міндетті түрде ақша көбейген үстіне көбейеді. Бай қуатты болыңыздар. Пайдалы болып жатса, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы келесі қандай видео түсірейін, идеяларыңызбен, ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын.